Армысыздар, сіздермен киномен. Бүгін біз түрмеден қашу атты хикаяның соңғы 5-ші маусымына шолу жасаймыз. Алдыңғы бөлімін жоғарыдағы сілтемеге өтіп көре аласыз. Арнаға тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Және де телеграм арнаға тіркеліңіз. Ал біз бастаймыз. Бірінші бөлім. 4-ші маусымдағы оқиғадан кейін 7 жыл өтті. Теодор заңды түрде түрмеден шыққан. Теодор оған заттарымен қатар хат береді. Бұл уақытта азғын әйелдер арасында тартымды адамға айналып, жанкүйерлері көбейген. Чикагода Линкольн біреулерден қашуда. Ер адам дәл бұрынғыдай біреуге қарыз. Ол үйіне келіп күтіп тұрған Теодорды көреді. Азғын оған өзіне келген хатты көрсетуде. Оның ішінде Майклдың түрмедегі суреті көрсетілген. Ол тірі болуы мүмкін. Линкольн мен Теодор хатты неліктен азғынға жіберген түсіне алмауда. Хаттың ішінде жұмбақ жазба жазулы. Әрине екеуі оны түсіне алмайды. Не болса да Линкольн азғынға сенер-сенбесін білмей оны қуып жібереді. Артынша ол Нью-Йорктағы Сараға келеді. Әйел отау құрған. Майкл есімді баласы өсіп қалды. Сара суретке сенбейді. Ол отбасын тастап, елесті іздеп кете алмайды. Өйткені суретті азғын алып келді. Оған сену ақымақтық. Ал азғынды протез жасайтын мекеме өзіне шақыртқан. Мекемеде нағыз қолдан айырмашылығы жоқ қол жасап бере алады. Теодордың қолы үшін белгісіз біреу ақша төлеп қойған көрінеді. Солай адасып жүрген Линкольн інісінің көріне келіп, жазбада кейбір сөздер ерекше белгіленгенін аңғарады. Жасырылған сөз Орегия. Орегия Йемендегі түрменің атауы. Сондықтан Линкольн түнделетіп көрді қазып, денені таппайды. Тек киім-кешек бар. Бауырының бұл жерді белгісіз қалдырмайтынын білетін Линкольн пиджагын алып кетеді. Ол жол қиылысында тұрғанда жанына бір көлік келіп тоқтап компьютерін қосады. Осы сәтте Линкольннің көлігі бой бермей қатты жылдамдықпен көлге түседі. Кейіпкер секіріп үлгерген. Артынша бұл жерге белгісіз адам келіп көліктің суға батқанын бақылайды. Линкольн бірден Сараға Майклдың көрінде денесі жоқ екенін, біреу өзін өлтіргісі келгенін айтады. Осы сәтте Сара үй алдына тоқтаған көлікті байқап, күйеуінен жасырған тапаншаны алуды сұрап, полицияға хабар береді. Сара баласымен жасырынып жатқанда, күйеуін сары шашты жендет аяғынан жарылайды. Полиция дауысын естіген жендет кетіп қалды. Артынша оларға Линкольн келеді. Ол болған жағдайларды саралап, бауырының тірі екеніне сенімді. Сондықтан Йеменге бармақшы. Бірақ Сара күйеуі мен баласын тастап кете алмайды. Бұл уақытта ислам дінін қабылдаған Франклин мешітте намаз оқып отырады. Оған Линкольн келіп, Йеменге баруға көмек сұрап, Майклдың тірі болуы мүмкін екенін айтады. Франклин Орегияның өте қауіпті түрме екенін біледі. Олар суретті тексеріп, жалған еместігін анықтайды. Бірақ түрмеге хабарласып, Майкл Скофилдтің ол жерде жоқ екенін біледі. Онымен қатар бүткіл жерден Майклдың есімін басқа адамға берген. Оны мүлде өмірден сызып тастаған секілді. Линкольн қонақ үйде бауырының пиджагын киіп тұрғанда, күтпеген жерден Фернандо келеді. Ол қазір кемемен жүк тасып нәпақасын табуда, енді досын табуға көмек бермекші. Бірақ азаматтық соғыс болып жатқан Йемен өте қауіпті. Сондықтан бала шағасы бар Фернандодан қазір басын қатерге тікпеуін сұрайды. Солай Линкольн мен қауіпті Йеменге араб тілін білетін Франклин аттанады. Олар абыр-сабыр болып жатқан әуежайға келгенде, бір ер адам күтіп алып, өзімен ертіп кетеді. Бірақ артынша оларды күтіп алатын басқа адам екен анықталады. Олар тұзаққа түскен секілді. Солай ештеңке күтпеген екеуін жүргізуші жабық ғимаратқа алып келеді. Екеуі солай қолды-қолай қасқа түсіп жатқанда, бір әйел көмекке келеді. Дәл осы Шиба есімді әйел оларды күтіп алу керек болған. Теодор болса, ақырын нағыз қолы секілді әрекет жасайтын қолға ие болды. Бірақ азғынды мазалайтын сұрақ, бұның артында кім тұр? Дәрігер оның кім екенін білмейді. Білетіні, ол адам өзін аутист деп таныстырған. Грек тілінен аударғанда ешкім деген сөз. Линкольн да сол бір пиджакты қарап, Каньел аутист деп жазылған жазбаны көреді. Артынша Шиба кейіпкерлерді түрмеге кіргізе алатын адаммен таныстырады. Бірақ делдалға ақша керек емес. Алай-дүлей болып жатқан мемлекеттен шығара алатын алтыннан да қымбат паспорт керек. Линкольн Йеменнен шыға алмайтынын білсе де, оған паспортын береді. Солай олар Орегияға келіп, Майкл Скофилд есімді адамның жоқ екенін анықтайды. Сондықтан Линкольн Майклдың суретін көрсетеді. Күзетші оны бірден таниды. Ол Каньел аутист есімді тұтқын. Шиба бұл есімді ести сала бірден кетіп қалады. Өйткені Каньел аутист радикалдармен жұмыс істеген адам.
Солай олар дін аман, денесіне жаңа сурет салған Майклмен кездеседі. Франклин Линкольннің айтуымен барлығын таспаға түсіруде. My name is Michael, and I don't know who you are. Talk to Mike, what are you doing, damn it? Екінші бөлім. Йеменде көтеріліс тобының басшысы Рамаль Агигия түрмесіне түскен. Адамдары оны шығарып алмақшы. Түрмедегі Майкл қамшы атты жолдасымен қашуды жоспарлауда. Бірақ жарық сөнбегендіктен олар кері қайтады. Қонақ үйдегі Линкольн мен Франклинге кішкене бала оригамиді тастап кеткен. Қағазда жарық шейхін тапсаңдар, мен бостандыққа шығамын деп жазылған. Әрине екеуі жарық шейхі кім екенін түсіне алмауда. Сондықтан Шибадан көмек сұрамақшы. Әйел мемлекеттен кету үшін ақшадан қысылып тұрғандықтан көмек беруге келіседі. Сара болса баласын мектепке келіп, Линкольннан келген таспаны қарайды. Таспада Майкл анық көрінуде. Артынша әйел департаменттегі полға келеді. Каньел аутист мемлекетте тыйым салынған ұйымға көмек беріп, адам өлтіріп, халықаралық іздеуге түскен адам. Майклды аутистке айналдырған адам өте ақылды, немесе қуатты. Өйткені барлық жердегі ақпаратта кейіпкер аутист деп бейнеленген. Шиба оригамиді тексеріп, жасырын жолдаманы тапқан. Бұл бір адамның номері. Жарық шейхі деген электр жүйесіне жауапты директор. Олар сол жерге келіп, директордың көтеріліс кесірінен қала шетіне кетіп қалғанын біледі. Қала шеті өте қауіпті. Олар сол жақтан жарық шейхін таппақшы. Ал ойында күмән қалған Сараға Пол Майклдың немесе Каньел аутистің жасаған қылмысының дәлелін көрсетеді. Кейіпкер ЦРУ басшысын атып тастаған. Michael's a murderer, Sarah. Не ойларын білмеген әйел күйеуінен кеңес сұрайды. Ер адам Майклдың негізінде жаман адам екенін айтуда. Ол үнемі адамдарды пайдаланып, керек емес болғанда лақтырып кететін жағымсыз кейіпкер. Түрмеде кейіпкер нашадан ауырып жүрген кәрісті зерттеуде. Өйткені оның қолындағы ұялы керек. Онымен қоса кейіпкерлермен көгілдір тұтқын қашпақшы. Өйткені көтеріліс тобы мемлекетті басып алса бітті дей бер. Солай кейіпкер химиялық зат жасап, химияны басына орап, жағдайы ауыр етіп көрсетіп, күзеттен көмек сұрайды. Линкольн бастаған топ болса, мемлекеттік бөгеттен пара беріп өткен. Қала сырты былыққа толы. Бұл жерді көтеріліс тобы басып алған. Сол арада әйел бұрынғы танысы бір көзді еркекпен кездесіп қалады. Абырой болғанда топтың маңыздысы шығып, кейіпкерлер құтылып кетеді. Солай олар өте қауіпті жердегі шейхті тауып алады. Ер адам қызын құтқаруға келген. Қызы мектепте қамалып қалды. Кейіпкер болса дегеніне жеткен. Ол құрамында наша бар дәрі алып келген. Есесіне ол нашақордың ұялысын сұрауда. Линкольн болса мұғалім қызды құтқарып, балалармен алып шығады. Қуғын нәтижесінде олар мемлекеттік бөгетке келіп, аман қалады. Шейх артынша неліктен түрмедегілерге көмек бергелі жатқанын айтып береді. Түрмедегі көгілдір жігіт оның баласы. Егер ол шықпаса өлді деген сөз. Ер адам жарықты өшіру керек болған. Уақыт аз қалды. Ал кішкене Майкл анасына жолдама береді. Қағазда тығылыңдар, дауыл келеді деп жазылған. Ал Агигияда шейх белгі береді. Артынша түрмеге көтеріліс тобының басшысы Рамаль келеді. Үшінші бөлім. Кейіпкер денесіндегі арабша жазбаны қағаз бетіне түсіріп, ішіне сағыз салып, есік алдында ойнап жүрген балаға тастайды. Бала бірден оны Шибаға алып келген. Олар жазба карта екенін түсінген. Картада түрмеден қашқандарды күтіп алатын жер бейнеленген. Олар артынша Майклдың жоспар құрған жеріне келіп, өте қауіпті Рамальды түрмеден шығарғалы жатқанын түсініп, ойларына күдік ұялайды. Түрмеде Рамаль бастаған топ күнәһарларды жазаламақшы. Олар көгілдірді өлтірмек болғанда Майкл араша болады. Сараны бақылап жүрген жендеттер әйелдің Майклмен байланысқанын түсінген. Олар Посейдон есімді адамға жұмыс істейді. Посейдон Сараға тиіспеуді бұйырған, өйткені әйел Майклмен байланыстыратын түйін. Сол арада Сараға Теодор келеді. Ер адам өзінің қолын аутист немесе Майкл жасап бергенін біледі. Демек оны тағы бір іске пайдаланбақшы. Бірақ Сара онымен байланысқысы келмейді. Сол арада әйел ұялысын шеттен біреу басқарып тұрғанын байқап қалады. Сондықтан жөндеуге алып келген. Түрмеде кейіпкер ойында күмән қалған қамшыны сабырға келтіруде.
Посейдон оларды Рамальды түрмеден шығаруға жіберген. Екеуінің әңгімесінің соңы төбелеспен аяқталады. Күзетшілер екеуін ажыратқанда, кейіпкер күзетшінің алтын сағатын ұрлап алады. Линкольн мен Шиба жалған төлқұжат жасатуға келіп тұзаққа түседі. Бір көзді Шибаны тұтқынға алған. Кейіпкер артынша қамшыдан кешірім сұрап, төртеуі бүгін түрмеден қашатындарын айтады. Артынша сағатынан айырылған күзетші түрмені төңкеріп сағатын іздейді. Сағат табылғанша камераларды жауып тастайды. Бұл да Майклдың жоспары болатын. Өйткені олар Рамальды қалдырып қашпақшы. Посейдонның жендеттері болса, ұялы жөндеушіге келген. Сара оларды алыстан бақылап, ұялысын бұзған осылар екенін түсінеді. Артынша жендеттерді Посейдон есімді біреу басқаратынын естиді. Кейінірек ұялы жөндеуші Сарамен байланысқа шығып, ұялысын өзі бұзған жеткізеді. Осы сәтте Сара Полға барғанда ыдысты ұстап қолтаңбасын қалдырғанын түсінеді. Демек Посейдон Пол болуы мүмкін. Әйел күйеуіне барлығын айтып береді. Әрине күйеуінің қолынан қазір ештеңке келмейді. Сондықтан Теодормен байланысқа шығып, анықтаған дүниесін айтып береді. Түрмеде күзетшілер сағатты іздеп жүріп, оны Рамальдың қалтасынан табады. Демек оларды жазалау камерасына жабады. Бұл уақытта Шейх пен Франклин жарықты өшіреді. Осы сәтте түрмеде бүлік шығады. Кейіпкерлер жағдайды пайдаланып қашпақшы. Тұтқындағы Линкольн қамақтан босанып, бір көзіні соққыға жығып, Шибаны құтқарып алады. Ал қашқындарға тұтқындар кедергі келтіріп, көгілдірді ұстап алады. Олар амалсыз сыртқа шыққан бетте қолға түсіп қалады. Майкл жазалау камерасында жатып, нашақордың ұялысымен Сараға жолдама жібереді. Бірақ ұялының қуаты бітіп қалғандықтан жолдама бармайды. Я люблю тебя. Вся эта ложь была ради тебя. Сара, если я все же умру, пусть напишут мое настоящее имя. Майкл Скофилд. 4-ші бөлім. Линкольн Шибаны ауруханаға алып келген. Артынша оларға Франклин келіп, басқыншылар күшейгенін, олар әуежайды басып алса мемлекеттен ешкім шыға алмайтынын айтады. Кейіпкерлер болса Рамальмен бірге жазалау камерасына жабылған. Рамаль енді қашуды ойламайды. Өйткені адамдары келіп, оны құтқаратынына сенімді. Түрмедегі күзетшілер болса қатты қорқуда. Майкл достарынан S әрпі кімнің камерасында жазылу тұрғанын сұрауда. Ол Рамальдың камерасында, жағдай қиын. Шибаның әкесі болса, билігін пайдаланып, биліктегі достарынан көмек сұрайды. Олар оп-оңай Каньел аутистке рақымшылық берген. Енді бұл қағазды түрмеге апарса болды, ол ақталып шығады. Теодор болса Сараның айтуымен Полға келген. Ал басқыншылар түрмеге жақындап қалғандықтан, күзетшілер бас сауғалап қаша бастайды. Линкольн осы сәтте түрмеге келген. Бірақ кілт тек күзет бастығында. Линкольн оны қуа жөнеледі. Тұтқындар аман қалудың жалғыз жолы Рамальды тұтқынға алу керектігін айтуда. Сондықтан амалы қалмаған Рамаль Майклдың айтқан жасамақшы. Линкольн күзет бастығының соңынан келіп, оны басқыншылар өлтіріп тастағанын көреді. Майкл осы жерде ұзақ уақыт болғандықтан барлығын дайындап қойған. Түрмеде қалған жалғыз күзетші тұтқындарды бүліктен тоқтатуда. Бірақ ол жалғыз болғандықтан қолынан түк келмей мерт болады. Қаруланған тұтқындар есікті қарумен ашпақшы. Олар есікті бұзам дегенше Майкл бастаған топ қашып кетеді. Линкольн болса ақыры кілтті қолына түсірген. Пол болса Теодорға Посейдон деген адам өз еместігін айтуда. Посейдонның кім екенін ешкім білмейді. Ол өте қауіпті адамдарды пайдаланып, өз білгенін жасауда. Посейдон өте қауіпті, әрі ақылды адам. Осы сәтте Полға оқ тиеді. Теодор жендеттерден жасырынып үлгерген. Ол полиция шақырып қойғандықтан, жендеттер Полды өлтіріп қашып кетеді. Линкольн кілтті алып, түрме есігін ашып, барлығын босатады. Бірақ Майкл достарымен басқа бағытпен қашып кеткен. Сыртқа шыққан Майклдың тобынан нашақор бөлініп кетіп, кейіпкердің жоспары бойынша қару алып келеді. Бірақ Рамальдың адамдары келіп қалғандықтан жоспар жүзеге аспай, олар қолға түсіп қалады. Рамаль оларды таспаға түсіріп өлтірмек болғанда, Линкольн келіп пулеметпен оларды тоқтатады. Рамаль тоқтауды ойламай тұрғанда, оны қамшы пышақтап өлтіреді. Солай кейіпкерлер құтылып кеткен. Теодор болса жендеттерді аңдып, Посейдонның кім екенін көреді. Ол Сараның күйеуі. Майкл ақыры бауырмен көрісіп, түрмеде Франклин таспаға түсіріп тұрғандықтан, әдейі оны танымайтынын айтқан жеткізеді. Өйткені қауіпті адамдар білмеуі керек. 5-ші бөлім. Теодор артынша Сараға түсірген суретін көрсетеді. Әйел бірден баласына асыға кетеді. Бөлікші топ басшыларын өлтірген адамдарды іздеуде. Оларды тапқан адамға өте қомақты қаржы ұсынуда.
Қашқындар бір қоймаға жасырынған. Линкольн бауырынан барлығын айтып беруін талап етуде. Ол неліктен өзін өлгендей етіп жасап сонша уақытқа жоғалып кетті. Кейіпкердің басқа амалы болмаған. Посейдон барлығын мәңгілікке түрмеге жаппақ болған. Оның қолы ұзын. Сөзінің дәлелі ретінде Сараны түрмеге жауып ескерту жасаған. Солай кейіпкер Посейдонға жұмыс істеп, әлемнің әр жеріндегі түрмедегі өте қауіпті Посейдонға керек тұтқындарды босатумен айналысқан. Әуежайда халық көп болғандықтан Франклин мен Шиба кете алмайды. Солай олар ұшқыштың біріне көмек беріп, есесіне көмек сұрайды. Бұл жерде жалғыз ұшақ қалған. Сара бірден баласын алып кетуге келген. Осы арада күйеуі келеді. Әйел оған бірден Теодор түсірген суретті көрсетіп кетіп қалады. Кейіпкер бастаған топ болса вокзалға келген. Бірақ қиындыққа тап болып, әуежайға бармақшы. Бір көзді олардың қайда екенін анықтап соңдарына түседі. Жолда олар қақтығысқа түсуде. Сара болса күйеуінің айтуымен бөлімшеге келген. Әйел күдіктілер арасынан жендеттерді таниды. Ер адам жендеттерге ақша ұсынып кездесу жариялаған. Бірақ олар ақшаны алмағандықтан, ер адам полицияға хабар беріп, оларды ұстауға көмек берген көрінеді. Не де болса Сара оның сөзіне сенген секілді. Әуежайда Франклин достарын күтуде. Бірақ бір көзді көгілдірді жаралағандықтан, жігіт өзін құрбан етіп мерт болады. Ашуға булыққан Майкл бір көзіні соққыға жығуда. Бөлік шығарушы топ келіп қалғандықтан ұшақтағыларға кету керек. Өйткені ұшақта балалар да бар. Кейіпкерлер де осы сәтте әуежайға келеді. Бірақ Линкольн ұшақтағыларға кетуді бұйыруда, ал өздері басқа жолын таппақшы. 6 бөлім. Кейіпкерлер не істерлерін білмеуде. Сондықтан Линкольн төлқұжатын алған Омар есімді адамнан көмек сұрамақшы. Ал қапастағы жендеттерді босатып жібереді. Олар Майклдың Рамальды өлтіріп қашып кеткенін біліп, оның қайда екенін анықтамақшы. Майкл бастаған топ Омарға келіп, шөл даладағы босқындар жасырынған жерге бармақшы. Бірақ оларға екінші көлік табу керек. Сондықтан Омардың жанында қамшы жалғыз қалғанда, ер адам оны талдырып тастайды. Артынша кейіпкерлер тұзаққа түссе де құтылып кетіп, қамшыны босатып алады. Енді не болса да Омарға сеніп, босқындар орналасқан жерге бару керек. Жендеттер болса байланыстарын қолданып, Йемендегі Каньел аутисті таппақшы. Бұл уақытта жолға шыққан Линкольн Шибамен байланысқа шығады. Ер адам олардың аман есен жеткенін біліп, шүйіркелесіп отырғанда, олардың байланысын ұстаған жендеттер дрон жіберіп, жанармай бекетіне тоқтағанын көреді. Осы сәтте жендеттің бірі бөлікші топқа хабар беріп, Каньел аутистің қайда екенін айтып береді. Сол себепті жанармай бекетіндегі кейіпкерлерге қарсылық топ жетіп келеді. Майкл бұл уақытта интернетте бір адаммен сөйлесіп отырған. Ол алақанындағы бейнені көрсетіп, суретке түсіріп алуын сұрайды. Қашқындарда тек бір оқ болғандықтан, олар бекетті жарып, бүлікші топтың күлін көкке ұшырады. Бірақ Омар жараланып мерт болған. Оларды тек бір көзді қууда. Кейіпкерлер қайда бару керектігін білмейді. Сондықтан оларға бір көзін алдарқату керек. Бір көлікті жанармайға толтырып, екінші көлікпен бір адам бір көзін алдарқатады. Солай олар жеребе тартып, бір көзіні Майкл алдарқататын болып келіседі. Қалғандары тұрақты тауып, сол жерде күтсе, Майкл амалын тауып бармақшы. Солай Линкольн бастаған үштік тұрақты табады. Олар осы жерден қайыққа отырып кету керек. Ал қуғын нәтижесінде Майклдың көлігінің жанармайы таусылып қалады. Кейіпкер амалда бір көзінің көлігін алып кетпек болады. Бірақ қарсылыққа тап болып, екеуі айқастан бір көзінің екінші көзін ойып, соқыр қылып тастайды. Бірақ өзі де улы бәкімен жараланған. Кейіпкер соқырды өлімге қалдырып, өзі багы тесілген көлікпен кетіп қалады. Артынша ол көліктің де жанармайы бітеді. Линкольн бауырын іздеуге барғысы келеді. Бірақ нашақор кәріс оны тоқтатып, басқа жолын ұсынады. Ал кеш бата Майклдың жағдайы қиындайды. Ол үмітін үзе бастағанда от шашуды көреді. Тұрақтағылар от шашу жасап, Линкольн бауырын дауыстап шақыруда. Осы сәтте қараңғыдан кейіпкердің бейнесі көрінеді. Майклға дәрігер керек, бірақ бұл жерде дәрігер жоқ. 7 бөлім. Майклға дәрігердің көмегі керек. Бірақ бүткіл әлем оны Каньел аутист деп танығандықтан, оны ауруханаға апаруға болмайды. Сондықтан Линкольн Сарамен байланысқа шығып, бауырын аман есен тапқанын, оған көмек керек екенін айтады. Сараның қаны кейіпкермен бірдей болғандықтан, олар Грецияда күтпекші. Сара күйеуіне болған жағдайды айтып, жолға шығады. Солай Линкольн, қамшы және Майкл қайықпен кеткенде, кәріс осы жерде қалады. Ер адам өз орнын тапқан секілді.
Солай біраз уақыт жол жүргеннен кейін ұзақ уақыт көріспеген ғашықтар жолығады. Сара бірден оған өз қанын құйып алғашқы көмек көрсетеді. Қашқындарға енді Америкаға жету керек. Бірақ ұшақпен бара алмайсың. Сондықтан мұхитты кесіп өту үшін кемеде жұмыс істейтін Фернандодан көмек сұрайды. Майкл аздап есін жиғаннан кейін бірінші болып баласының суретін сұратады. Кейіпкер суреттерді қарап отырып, әйелдің күйеуін көріп, оның Посейдон екенін бірден айтады. Посейдон кейіпкерді бопсалап, айтқанын жасатқан. Кейін Сараны өзіне алу үшін оны кісі өлтіруші етіп қолдан жасап, кейіпкерді сатып кетті. Майкл әрі қарай не істеу керегін білмейді. Кеме Фернандоға тиесілі емес, сондықтан қомақты ақша керек. Сара оларға өте қымбат жүзігін береді. Майкл артынша Сараны шығарып салып, баласының қауіпсіздігі үшін әрі қарайда ойынды жалғастыруды өтінеді. Посейдон болса Майклдың Америкаға келетінін біліп, барлық жерге аутистің суретін таратуды бұйырады. Солай кейіпкерлер Фернандомен кездесіп, капитанға қымбат жүзікті беріп, кемеге жайғасады. Сара болса үйіне оралып, күйеуін амалсыз сүйіп, Майклдың қатты өзгеріп кеткенін айтады. Ол бұрынғы ғашығы емес. Күйеуі сол арада әйелінің жүзігі жоқ екенін аңғарады. Артынша Посейдон кейіпкердің кемеде екенін біліп, теңіз әскеріне хабар беріп, оның көзін құртуды бұйырады. Ал кемедегі кейіпкерлердің есіктері жабылады. Ол жерден ешкім шыға алмайды. Артынша кемеге тікұшақпен әскер келеді. Олар кеме бөлмесінен байлаулы отырған Фернандоны табады. Ер адам қашқындардың терезеден секіріп кеткенін айтуда. Бірақ кейіпкерлер осы бөлмеде жасырынуда. Кемеде қашқындарды іздеу жүріп жатқанда, Фернандо қолын босатып, капитанды соққыға жығып, кеменің бағытын өзгертіп, бақылау жүйесін бұзып тастайды. Кеме Алжир жеріне бет алғандықтан әлемдік кикілжің тудыруы мүмкін. Сондықтан әскерилер тікұшақпен ұшып кетеді. Майкл барлығын бірден түсініп, қайықты теңізге лақтырып, барлығы жарылған кемеден секіріп кетеді. Посейдон Сараның барлығынан хабардар екенін аңғарған. Ер адам шынымен әйелді жақсы көрген секілді. Әйел оған тапаншасын кезенгенімен, баласы оның қолында. 8-ші бөлім. Кейіпкерлер бір қайыққа жолығып, Марсель қаласына жетеді. Осы арада Майкл Посейдонмен кездескен кезін есіне алады. Ер адам жасырын жерге келгенде, компьютер оны түрі арқылы танып, есікті ашады. Бұл жер Посейдонның құпия жері. Кейіпкер осы жерде жанына көмекшісі ретінде қамшыны беруін сұратқан. Майкл Марсельге жеткенде Сарамен хат алмасады. Бірақ кейіпкер өзімен сөйлесіп отырған Сара емес екенін бірден аңғарған. Оған енді Құрама Штаттарға жету керек. Бұл уақытта Посейдон Майклдың баласының сурет салып отырғанын көріп, балада әкесінің қабілеті барын аңғарады. Ал Линкольннің жоспары бар. Ол алдында Абруццидің баласы Лукамен жұмыс істеген. Бірақ тасымалдаған заты наша болғандықтан оны лақтырып кеткен. Сондықтан Лукамен байланысқа шығып, ақшасын қайтарып беретінін айтады. Тек Америкаға жеткізсе болғаны. Майклдың жоспары бар. Ал Посейдон Майклдың штаттарға келетініне сенімді. Сондықтан өте ақылды хакерді шақыртып, Майклдың біреуге жіберген фотосын зерттетеді. Майклдың денесінде өте көп ақпарат бар. Барлығын анықтау керек. Солай кейіпкерлер штаттарға жете сала, қамшыны Чикагоға жібереді. Сол жақтан ол өзінің неліктен оң қол болғанын білетін болады. Ал өздері Нью-Йоркқа келген. Линкольн Лукаға ақшасын қайтаруды мүлде ойламайды. Осы сәтте Майкл сыртта ФБРдегі достары күтіп тұрғанын айтады. Егер ол Линкольннің қарызын кешірмесе, түрмеге отырады. Әрине Лука оның сөзіне сеніп қашып кетеді. Ал ФБР болып келген топ Франклин бастаған топ болатын. Осы жерде Майкл әрі қарай өзі әрекет жасайтынын айтып, Франклинді өз жолына жібереді. Ал Посейдонның жендетінің бірі осы іс біткеннен кейін өз жолымен кетпекші. Бірақ Посейдон адамдарын оңай жібермейді. Майкл Сарамен кездесу орнын айтады. Әрине Посейдонның адамдары оны күтуде. Посейдон тұзақты бірден түсініп, өз ойын жүргізе бастайды. Әрине кейіпкер оны сан соқтырып, Шибаның көмегімен ер адамды аңди бастайды. Бірақ ол құтылып кеткен. Кейіпкер көліктен баласының суретін тауып, карта екенін бірден түсінеді. Линкольн осы арада қауіпті іске Шибаны араластырғысы келмей кетуін сұрайды. Ал қамшы Майклдың жолдамасымен Теодормен кездескен. Майкл екеуін әдейі кездестірген. Өйткені қамшы Теодордың баласы. Майкл болса бір үйден баласын табады. Ол үйге кірмек болғанда Линкольннің көлігін Лука атқылап кетеді. Майкл ішке кіріп, баласымен қауышып, картасын тапқанын айтады. Бірақ бала карта қалдырмаған. Ал Сараның орнында жендет күтуде. Осы сәтте есіктегі әйнекке қан шашырайды.
9 бөлім. Осы сәтте 6 минут алды көрсетіледі. Посейдон Сараға жағдайды айтып кикілжіңге түсіп жатқанда жендеттің бірі келеді. Сара оған ЦРУ басшысын өлтірген Майкл емес, Посейдон екенін айтуда. Ер адам осы сәтте әйелдің аузын жауып бекітіп тастайды. Жендет ойланып қалған. Өйткені ол басшысының кегін қайтару үшін Посейдонға жұмыс істеуде. Посейдон солай жоспар құрып, үйді жарып жібермекші. Майкл баласына келгенде жендет қаруын кезенгенде ойланған серіктесі жолына тұрады. Әйел серіктесін атып тастайды. Майкл баласын алып қашуда. Кейіпкерді жендет ұстап алғанда Сара оған көмекке келеді. Ал баласын Посейдон алып кеткен. Линкольн болса көлікте жаралы жатыр. Олар Линкольнді ауруханаға алып келеді. Майкл іздеуде болғандықтан оған кету керек. Сол арада оларға жаңадан қосылған әке мен бала келеді. Кейіпкер Теодорға қолы мен баласын қайтарып бір қайтарым сұрауда. Яғни Теодор Посейдонды өлтіру керек. Ол күмәндануда, өйткені осы уақытқа дейін өзгерген. Посейдон болса баланы жасырын кеңсесіне әкеліп, анасы өлгенін айтып, өзін жаман адам тартып алғысы келіп жатқанын жеткізіп, Майклдың суретін көрсетеді. Сол арада Майкл хабарласып, ер адамды өлтіретінін айтып қорқытады. Осы сәтте кішкене Майкл Посейдонды әкесі екенін айтып, жоламауын сұрайды. Бұл жағдайдан кейін Теодор оны өлтіруге келіскен. Майкл барлығын ойластырып қойған. Хакер болса Майклдың ұялысын пайдаланып, орналасқан жерін анықтайды. Посейдон сол жаққа барып, оны өлтірмекші. Бірақ кейіпкер Посейдонның жасырын кеңсесіне келіп, қолына салынған суретпен есікті ашады. Солай ол Посейдонның барлық ақпаратына қол жеткізген. Енді екеуі бала мен ақпаратты алмастыруға келіседі. Сара болса ауруханаға келіп, Линкольннің кетіп қалғанын біледі. Онымен қоса тағы бір жаралы барын біліп, қарсы шыққан жендет екенін түсінеді. Линкольн бұл уақытта Лукаға келіп, қарызын кешіргенін айтуын бұйыруда. Ер адам бас тартқандықтан полицияға ұстап беріп кетіп қалады. Сара хал үстіндегі жендеттен баласын қай жерден табуға болатынын біледі. Теодор баласымен өте қабілетті архитекторға келген. Майкл бұл адамды кезінде құтқарып қалғандықтан ол қарыздар. Солай ақыры Майкл мен Посейдон кездеседі. Кейіпкер оған тапаншасын кезенуде, оған жендет келеді. Артынша қамшы мен Теодор кіріп келеді. Бірақ жендет жігітті жаралап қарусыз қалдырған. Осы араға Посейдон ФБРді шақыртып қойған. Қамшы қызулыққа барып жендеттің тапаншасына жабысқанда әйел оны атып тастайды. Майкл амалсыз ақпаратты қайтармақшы. Осы араға ФБР кіріп келгенде Теодор баласының кегін қайтару үшін әйелдің жұлынын үзіп тастайды. Ал Сара мен Линкольн баланы құтқарып алады. ФБР осы араға жетіп қалғанда Майкл қашып, қар басқан бөлмеге кіріп кетеді. Посейдон оның артынан атқан. Бірақ артынша тапаншасында оқ жоқ екенін түсінеді. Дәл осындай жерде Посейдон адам өлтіріп, Майклға жала жапқан болатын. Ол жер жүк көлігінің арты, ол жүріп кетеді. Қойма ішінде кейіпкер Посейдонмен айқасып, оны соққыға жығуда. ФБР келіп жеткенде Посейдон қуанып кетеді. Ол құтылдымау дегенде дәлелдер барын анықтаған агенттер оны тұтқынға алады. Майкл барлығын ойластырып қойған. ЦРУ кейіпкерді тергеп, қарсы ештеңке таппайды. Сондықтан Майклға атын қайтарып, босатып жібереді. ЦРУ ақылды кейіпкерді өздеріне шақыртуда, бірақ кейіпкер бас тартқанымен бір көмек сұрайды. Келесі көріністе ағайындылар Линкольннің жаңа құрбысы Шиба, Сара және баласына қарап сүйсініп отырады. Солай олар жаңа өмір бастамақшы. Ал Посейдон Фокс Риверге түскен. Оның көршісі Теодор. Посейдонның санаулы ғана өмірі қалған секілді. Осымен керемет хикая өз мәресіне жетті. Хикая ұнаса арнаға тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Және де телеграм арнаға тіркеліңіз. Сіздермен Киномен.